2014 жылдың желтоқсан айында отандық құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындар қатары тағы бір өндіріс ошағымен толықты. Ал бүгін Шымкенттік Тектум инженеринг зауыты еліміздің шифер шығаратын номері бірінші өндірісіне айналып отыр. Бұл жобаның іске асуына бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражат көмектесті. Бұл жерде біздің таңдағанымыз бұл оңтүстік өңірін. Мына біздің шығарып жатқан затымыз шиферді, кәдімгі азбест шиферный изделие. Қазақстан бойынша 5 миллиондай керек жылына. Оның 3 миллиондайы осы оңтүстік өңір. Жамбыл облысы, оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда облысына пайдаланады. Қазір біздің Тәжікстанмен келісім шартымыз бар, ұзақ мерзімдік. Ол жаққа артып жатырмыз. Және жерге жаңа айтылып отқан 3 аумақты осы жерден таратып алып кетіп жатыр. Жалпы жобаның құны 1 миллиард 600 миллион теңгені құрайды. Зауыттың салынуына үкіметтен 5 гектар жер бөлінген болатын. Бірақ мемлекеттің қолдауы осымен шектелмейді, дейді зауыт басшылығы. Мысалға айтатын болсақ, электр энергиямыз бар, газымыз бар, суымыз бар, барлығын үкімет тегін алып кетіп беріп жатыр. Біздің салатын зауыттың басына өздері тегін алып кетіп беріп жатыр. Соның соң алған несиенің пайыздық мөлшердің жарысын үкімет жауып жатыр. Ол өте үлкен қолдау біздер үшін, кәсіпкерлер үшін. Бүгін зауыттың екі желісінде 90 адам жұмыс істеп, жылына 2 миллион 300 мың дәстүрлі азбест шиферін шығарып жатыр. Дегенмен өндірістің мүмкіндіктері осымен шектелмейді. Жоспарда өндірістің жаңа желілерін енгізу, нарыққа жаңа өнім түрін ұсыну, жұмыс орындарын көбейтуде бар. Түрлі түсті шиферлер шығарамыз деп қазір шығарып жатырмыз, уже сатуға алып кетті, біразын алып кетті. Тағы да біздің бірінші қазіргі сіздер көрген жаңа бірінші кезеңіміз, екінші, үшінші кезеңіміз бар. Оларды да саламыз, үлкейтеміз. Тағы да біраз жобаларымыз бар, іске асыратын. Осы өкіметтің қолдауын көріп, біліп, біз өзіміз көрдік. Қолдау бар, оған сенеміз. Сондықтан басқа да жобалар жасап жатырмыз, бұдан басқа да.